91 тобының мүшесі, көпшілікке бала лақабатымен танымал Данияр Құлымша Тимур Балымбетовке берген сұхбатында Азамат Зенкаевтың топтан кетуі жайлы айтты. Әншінің айтуынша, Эйзидің топтан кетуі ұзақ уақыт талқыланып барып қабылданған шешім. Эйзидің топтан кетуі бір сәтте бола қалған нәрсе емес. Бірнеше жыл ойластырылып, түрлі әңгімелерден кейін соңында оның топтан кетуі жайлы шешім қабылданды. Мен Эйзидің кетуіне қарсы болдым. Эйзи кетсе, бізде ол да өкінет деген ойда болдым. Оның өзі өкінетінін айтты. Өзім үшін жауап беретін болсам, тарих жолында топтағы бауырымыздың бөлек кеткені өкінішті. Алайда біз болашақты басқаша елестеттік, ал Эйзидің бөлек ойлағаны бар. Осылайша бөлек кетуге тура келді. Біз қазір басқа студияға көштік. Студияны, офисті көрсетуге, әңгімелесуге Эйзидің де, біздің де уақытымыз болмай кетті. Оны көрмегелі көп болыпты. Бұрынғы бейне жазбаларын көргенде осындай болған екен ғой, әңгімелер айтатын ет деп естеліктер есіме түседі. Бірақ әрқашан ойымда жүреді деп айта алмаймын. Біз үшін бұл нүктесі қойылып, жауап беріліп, қозғамай жүрген әңгіме. Бұған бізде, сізде көндігуіміз керек дейді топтың кенжесі бала. Бұған дейін 91 тобының экс мүшесі Азамат Зенкаев топтан не үшін кеткенін түсіндірген болатын.